Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Өте дәмді сарымсақ пен аскөк қосылған ерекше нан дайындаймыз. Ол үшін бізге 250 грамм жылы сүт қажет, оған 1,5 қасық дрожжи қосып, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз салып, және 2 дана жұмыртқаны қосып, және де ерітілген сары май, 60 грамм сары май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Үстіне 700 грамм ұн саламыз. Жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге аскөктерден, яғни ақжелкен, петрушка, көк пияз және сарымсақ қажет. 3-4 бас сарымсақ, ақжелкен және де аскөктің бас жағын кесіп алып тастаймыз. Ол жағын турамаймыз, бізге керек емес. Жақсылап жуып, ұсақтап тураймыз. Үстіне зәйтүн майын қосып, бәрін жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, теңдей қылып бөліктерге бөліп, домалақтатып аламыз. Жұқа қылып, жайып арасына салмасын саламыз. Орап, пышақпен кесіп, ортасынан әдемі қырып, бір-бірімен ораймыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне дайын болған нандарымызды қойып, жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 200 градуста ысып тұрған пешке 35-40 минутқа салып пісіріп аласыздар. Міне біздің аскөк пен сарымсақ қосылған ерекше нанымыз дайын болды. Міндетті түрде сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Ас болсын.